Достар, егер сізде мойын остеохондрозы яғни бар болса, және мойын мен мына иық аймағының ауруы, бастың ауырсыну болса, осы жаттығуды жасаңыз. Кеттік. Бірінші, қолымызды белге қойып, басымызды айналдырамыз. 3, 4, кер жаққа 1, 2, 3, 4. Енді басымызды алға, артқа, оңға және солға. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді иықты 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Және осы жаттығу мына аймақтағы майды да кетіреді. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ал, енді қолды кезек-мезек сермейміз. 1, 2, 3, 4. Ал 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ал 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Қолымызды осылай қойып, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Бұлай жанынан көрсетейін. Тұрасыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Осы жаттығулар мойын остеохондрозы бар болса, жақсы көмектеседі. Осыны күніне 10 минуттан жасап отырсаңыз, мойын остеохондрозы және бастың ауырсынуы